Саламатсыздар ма 4-ші сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі. Сабағымыздың тақырыбы 106-шы сабақ ғарышкері мен елдік. Осы шақ. Сабағымыздың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолдану. Есімізге түсірейік оқушылар. Етістік дегеніміз не? Етістіктің сұрақтары қандай? Етістіктің неше шағы бар? Оларға мысал келтір. Әрине балалар, етістіктің 3 шағы бар. Олар осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Солардың бірі біз бүгін осы шақпен танысамыз. Тақырыбымызды әрі қарай жалғастыру үшін оқулыққа назар аударайық. 7-ші жаттығу. Өлеңді оқы. Табамын жерден керегін, аспанда зулап келемін. Аспан мен жерді жалғаған, шарықта көктем өлеңім. Биіктен туды көремін, өрелі менің өз елім. Еңсесі биік ақ-орда, еңкейіп кіріп келемін. Шаңырақ мынау шалқыған, ұрпағым жүрер айтып ән. Елтаңба тұрар ескертіп, айналайын халқымнан. Тапсырма оқушылар. Өлеңге ат қойып, өлеңдегі негізгі ойды анықтаймыз. Қарамен жазылған сөздерге назар аударып, қай кезде орындалатын қимылдарды білдіріп тұрғанын анықтайсыздар. Дескриптор. Оқушылар өлеңді мәнерлеп оқып, сұраққа жауап беруді, өлеңнің кім туралы айтылғанын анықтайды. Өлеңге ат қойып, қарамен жазылған сөздерге назар аударады. Қай кезде орындалып тұрған қимылдарды білдіретінін анықтайды. Шақ. Әрмен қарай оқушылар. Жатыр, тұр, жүр, отыр, қалып етістіктері арқылы жасалады. Осы шақтағы етістік сөйлеп тұрған уақытта болып жатқан немесе үнемі болатын іс қимылды білдіреді. Мысал үшін, мен хат жазып отырмын. Екінші мәтінге назар аударыңыздар. Алмас нағашы атасы мен әжесіне хат жазды. Сәлеметсіздер ме, ата, апа? Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Сабақтың үстінде сіздерге хат жазып отырмын. Спорт секциясына барып жүрмін. Әкем мен анам жұмыс істеп жүр. Мен сіздерді қатты сағындым. Күзгі демалыста ауылға келемін. Сау болыңыздар. Мәтінмен таныстыңыздар, енді жаңа сөздерге назар аударыңыздар. Спорт секциясы, сабақтың үстінде, күзгі демалыс. Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Осы шақта тұрған етістіктерді табыңыз. Осы шақтағы етістіктер жатыр, тұр, отыр, жүр, қалып етістіктер арқылы жүзеге асады. Олар жазып отырмын, барып жүрмін, істеп жүр. Олар жазып отырмын, барып жүрмін, істеп жүр. Жаңа ақпарат. Осы шақтағы етістіктері іс-әрекеттің қазіргі болып жатқанын білдіреді. Мысалға, көріп отыр, өсіп тұр. Осы шақ етістіктері не істеп отырмын,
не істеп жатырмын, не істеп тұрмын, не істеп жүрмін, не істеп отырсың, не істеп жатырсың, не істеп тұрсың, не істеп жүрсің, не істеп отыр, не істеп жатыр, не істеп тұр, не істеп жүр деген сұрақтарға жауап береді. Жақсы оқушылар, біздер осымен осы шақтың қандай сұраққа жауап беретінін білдік. Әрмен қарай қаншалықты біз сабақты түсінгенімізді білу үшін жаттығулар орындаймыз. 8-ші жаттығу. Берілген сөздерді пайдаланып, сөйлем құрап оқы. Етістіктерді тауып, оларға сұрақ қой. Етістіктердің қашан болған істе білдіріп тұрғанын айту. Дескриптор. Сөйлем құрай алады. Етістіктерді тауып, оларға сұрақ қояды. Етістіктердің қашан болған істі білдіріп тұрғанын айтады. Оқушылар, бұл жаттығуларды біз жай дәптерімізге орындаймыз. Әрмен қарай жалғастырсақ, 9-ші жаттығу. Берілген сызбаға сәйкес сөйлемдер құрап жаз. Дескриптор. Берілген сызбаға сәйкес сөйлемдер құрастырып жазады. Үйге тапсырма. 11-ші жаттығу 81-ші бет. Сурет бойынша әңгіме құрау. Және де бүгінгі өткен осы шақ ережесін ереже дәптерімізге жазып аламыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.